Алыстан келген жүрдек пойыз алқындап тұрды. Жүктерімізді көтеріп, билетте көрсетілген купеге кірдік. Ерлі-зайыптылар астыңғы орынға жайғасқан екен. Шалғайдан шаршаңқырап келе жатқандары аңғарылады. Дастархандары жиналмапты. Төсеніштерінде газет-журналдар шашылып жатыр. Әңгімеміз жараспады. Оның үстіне ерлі-зайыптылардың арасына есі кеткен түседі дегенде бар. Томсырайып жатқан күйеуінде томырық мінез бар сияқты болып көрінді. Мал аласы сыртында, адам аласы ішінде. Кім білсін, бәлкім шашыраңқы көңіл шашыраңды әңгімені қош көрмей келе жатқан болар. Шымкенттен шыққан отарба Түлкібасқа жеткенде біраз аялдаған. Саған не әкелейін деді күйеуі сыртқа шығып бара жатып. Айтпақшы, купеге кірген бетте танысқанбыз. Жігіттің есімі Тасболат. Иықты, білікті жігіттің расында қажымды екені сырт тұлғасынан байқалады. Ал келіншегінің есімі Гүлбала. Оған да өз есімі жараса қалған. Гүлде жайнаған келіншек күйеуіне балаша еркелейді. Тасболат бір дорба азық-түлік алып келді. Жолға деп ала шыққанымды мен де ортаға қойдым. Гүлбала шай құйып отырып та күйеуіне еркелеумен болды. Қарын шіркін жұбанған соң бір-бірімізден жөн сұрасуға көштік. Оның үстіне жол қысқарту деген тағы бар. Ауылымыз пойызбен шыққанда 3 күндік жер. Көптен бара алмаған едік. Сыныптастар 20 жылдыққа шақырыпты. Содан еңбек демалысын алып Тасболат екеуміз Төркініме тартып кеттік. Ой, несін айтасыз, керемет бір кездесу болды. Сағынысып қалыппыз. Ауылдағылар 3 күн 3 түн бойы ұйықтатпай құдасындай сыйлады. Тасболатқа күйеу деп костюм кигізді деді Гүлбала. О, Төркіндеп келе жатыр екенсіңдер ғой. Қайың жұрт қожынды толтырып жіберген шығар деп әңгімеге майтамыза түстім. Төсек орынның астында тең-тең қапшық жатыр. Шеше байғыз Төркіндеп келген шалғайдағы қыздан ештеңені аямаған сыңайлы. Қою қараңғылықты қақ жарып келе жатқан пойыз жүйткіп келеді. Жол жөнекей ұйқылары әбден қанған-ау шамасы. Тасболат пен Гүлбала жатуға ыңғай таппады. Жолға шықсам менің де маубастығым жоқты. Әңгіменің жалғаса түскенін қаладым. Тасболат ішімдік атаулыдан тартып алмайды екен. Алматыға түсе салысымен тығыз шаруаларым алдымнан шығатындықтан ішімдіктен мен де тартыншақтап келе жатқанмын. Ендігісі емін жарқын әңгіме тиегін ағыту болды. 4-ші серігіміз жап-жас бала екен. Әлдеқайда жоғалып кетіп, 2-ші қабаттағы төсегіне қисайды да ұйқыға бас қойды. Кешегі күннің қимас сәттері көкірегіне өшпестей жазылып қалған-ау. Гүлбала сонау бір сағымға оранған балғын балалық шағын жиі есіне түсірумен болды. Біз оның елжіремелі күйін іштей ұғындық та, үлбіреген сезімін сарқа тауысқанша сөзін бөлмеуге тырыстық. Тасболатты томырақ мінезді адам-ау деп текке жазғырмаппын. Аузын ашса көмекейі көрінетін ақ жүректің нағыз өзі. Адам жатырқауды білмейді, ақ жарыла күледі. Келіншегіне күлімдей қарап қалыпты. Осы екеуінің бір-біріне балаша еркелеуі маған тосын қызық болып көрінді. Бір-біріне деген ыстық сезімдері суымаған қандай бақытты жандар деп сүйсіндім. Гүлбала аузын әнтек ашып жымия күлді. Оның бір қызық әңгіме айтқысы келгенін түсіне қойдық. Біздің сыныпта Жақыпбеков деген бір оқушы болды деп бастады Гүлбала. Сабақты нашар оқитын. 10-шыны бітірерде тарих пәнінен емтихан тапсыратын болдық. Кезек Жақыпбековке келді. Мұғаліміміз бір аяғын сылтып басып жүретін кісі еді. Көбіне қолынан таяғы түспейді. Қаталдығынан қаймығатынбыз. Тақтаға Жақыпбеков шықты. Фамилияң кім? Жақыпбеков. Билет номері неше? 37-ші. Жарайды, баста батыр деді. Бірінші сұрақ. Лениннің комсомолдың алғашқы сезінде сөйлеген сөзі. Ленин революционер. Ол патша үкіметін құлатып, кедейлерге теңдік алып берген. Ленин бізге оқы және оқы деген. Кіріспенен келістім. Енді сол Ленин атаңның жастардың алғашқы басқосуында не деп айтқанын айта кет деді ағай. Ленин ата күн көсем жастарға оқыңдар деген. Иә, оқыңдар деген. Сезде тәрбиелі болыңдар, үлкендерді сыйлаңдар деген. Түсіпбек ағай журналдан басын көтеріп алды да, Ленин ата жастар алдында қандай міндеттерді қойды деп сұрады. Жақыпбеков жауабына кірісті. Ленин атаның жастар алдына қойған міндеттеріне келетін болсақ, ол кісі оқыңдар деген. Сен өзі көбірек оқып жібергенсің-ау шамасы. Екінші сұраққа көш деді Түсіпбек ағай сәл түнеріңкіреп. Екінші сұрақ. 18-ші ғасырдағы Сібір. Ағай білесіз бе, 18-ші ғасырда Сібірде қатты суық болған екен. Орманның ішін сіріскен қалың қар басқан. Су мұз болып қатқан. Адамдар ит жеккен шанамен жүрген.
Орманның арасында мынандай Жақыпбеков қанатын жайып қомпия қалды. Аюлар жүрген ағай. Не дейсің? Мынандай аюлар жүрген деймін. Жақыпбеков қос қанатын жайып қайтадан қомпия қалды. Ағайдың ашуы мұрнының ұшына келді шамасы. Өзің аюсың деп таяғын Жақыпбековке қарай бақыттады. Жақыпбеков болса жалма-жан сақтық шарасына көшіп тұра қашты. Абырой болғанда таяқ мүлт кетті. Содан бері Жақыпбековті аю деп атаймыз. Осы аю досымыз бүгінде үлкен құрылыс компаниясының бірін басқарады. Өзі де аю сияқтанып дөңгеленіп алыпты деп аяқтады әңгімесін. Расында қызық әңгіме екен деп рахаттанып күліп алдық. Артынша мен Гүлбалаға тағы бір қызық әңгіме айтыңыз дедім. Қандайы? Бізге бәрібір, тек қызықты болса болды дедім. Онда мектептегі махаббат туралы айтайын деп сыңғырлай күлді Гүлбала. Болат, сен мені текке қызғанып жүрме. Мектептегі балауса сезім ғой, басқа түк те емес деді. Айтсаңшы енді деді Тасболат. Айтсам, 9-шы сыныпта оқып жүргенімізде маған 10-шының бір жігіті өлілде ғашық болды. Келіншек күйеуіне әсері қалай болар екен дегендей көзінің астымен қарап қояды. Ал Тасболат болса сыр бермеді. Әлгі жігіт жолдасы арқылы күн сайын хаттар жіберіп тұрды. Не жазғанын білгім келіп іштен тығып тұрсам да, намысым тұсаулап, бұлайшыға хатты парша-паршасын шығарып жыртып тастаймын. Хатты оқымай жыртып тастағанымды сезді-ау деймін. Бір күні жолдасы келіп, тым құрса осы хатты оқышы деп өтінді. Оқысам оқиын дедім. Сөйтіп үйге келгеннен соң сабақ қарамақ болып, бөлмеме кіріп конвертті ашпаймын ба? Бұрын соңды жігіттен хат алып оқымағанмен денем дірілдеп қолым қалтырай бастады. Жүрегім аузыма тығылғандай ма қалай? Сүйіктіме деп ерекше белгі қойылған хатты зорға оқығаным есімде. Көз алдым тұманданды. Хат орауын ашып оқи бастадым. Өз көзіме өзім сенер емеспін. Жаным Жәмила деп басталыпты үшбу хат. Жанымы несі? Жәмиласы несі деп таңырқадым. Сөйтсем бұл хаттың А сыныбындағы Жәмилада дәмесі бар екен ғой. Екеумізге қарлығаш хаттарын қатар ұшырып отырған. Бірде жолдасы шатасып, Жәмилаға тиесілі хатты маған әкелген. Ашып оқи қалғаным мұндай жақсы болар ма? Басқаға жазылған хат болған соң ба, тынысым ашылып, хатты ежекте оқи бастадым. Дегенмен өзі хат жазудан әбден машықтанып алыпты. Кітаптарды көп оқиды шамасы. Жәмилаға төгілдіріп жан сырын жайып салыпты. Бірнеше қайтара оқып шықтым. Жатық жазылған. Парақтың бос жерінде Жәмилаңмен жарасты бол. Бірақ екі кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді дегенді де ұмытпа деп жаздым да жолдасының қолына ұстата қойдым. Жауап келді-ау әйтеуір деп қуанса керек, әлгі ғашығым хатымды алып жалма-жан оқып та үлгеріп, түнеріп сала беріпті. Содан бері бұл жігіт мені көрсе қашқақтап жүретін болды. Кім білген, жаңылыспай хат қолыма тура тигенде оның сезіміне иіліп кетер ме еді. Кейіннен сол жігіт үріп ауызға салғандай бір әдемі әсем қызға үйленді. Өкініштісі артынша ажырасып кетіпті деп естідік деп аяқтады әңгімесін келіншек. Тасболатқа көз қиығымды жүгірттім. Аздап қызыл қошқылданыпты. Бәрібір саған бұйырдым ғой деп бұртиды Гүлбала. Маған Тасболат өкпесін тез ұмытып жадырағандай көрінді. Желдей ескен жүйрік пойыз зымырап келеді. Жол бойындағы бағана шамдары әйнекке шағылысып, бөлмеге түрлі сәуле себезгілейді. Алыс күндердің арайлы таңдары аңсарлы бақыт сұнып тұрғандай, ертеңімізге асығатын әдетіміз бар ғой. Жатудың қамымен сыртқа шықтық. Гүлбала жатар орны реттемек болып, іште іркіліп қалды. Дәліз қараңғыланып қалған. Әйнектен қалмай жарысып, қара қошқыл ағындай жолап қалып бара жатқан тал-теректер көрінеді. Сонау алыста малшының ба, әлде дала қосының ба оты жамырлайды. Тіршілік шіркін қашанда алға талпынады ғой. Мына зымыраған пойыздай зырлауық көңіл алыстарға самғайды. Иә, жер басып жүргендердің барлығы да тіршілік отының маздай беруі үшін күреспей ме? Алыстағы аңыраңдаған сәуледе мені тұңғиыққа жетеледі. Тасболат екеуміз тамбурға шықтық. Ол темекі тұтатты. Сөйлесіп ұзақ тұрып қалдық. Аға, осы келініңізбен тағдыр тоғысқалы бері 4 құбылам түгелденгендей. Бір көргеннен құлай сүйдім. Әлі де сүйемін. Менің жанымда Гүлбалада ешкім түсінбейді мына әлемде деді Тасболат темекісін тұтатып. Ақылды адам екені көрініп тұр дедім. Басқа сөз аузыма түспеді. Қайтып келсек, Гүлбала жатып қалыпты. Көрпе тұсынан оның тоят төсінің бір көтеріліп, бір басылып жатқаны анық байқалады. Таңертең тұрсақ, пойыз Алматыға жақындап қалыпты. Қара түнектің төбесі сөгіліп, айналаға ақ нұр себезгілей бастаған. Купенің терезесін ептеп ашып қойдым. Таңғы шықтай ауа таптаза тынысымды ашты.
Қалаға әлі кіре қоймаппыз. Боз жусанның иісі бой-бойымды аралап өткендей жеңілдеп қалдым. Жастық шағымның ең бір жалынды күндерін өткізген ару Алматы менің сағынышым. Оралмасқа кеткен студенттік шақтар еске түсіп, жүрек шаншылды. Қымбат та қимас күндер қайта айналып келмесін ойлап, өзек өртенді. Барқыт, бақыт пен мөлдір махаббат ұсынған ару қала әр келген сайын оттай ыстық көрінеді. Бәлкім, бал күндерді қалдырған жер бақилыққа дейін адамның жүрегінде өшпестей болып таңбаланып қалатыны шығар. Тұңғиық терең ойға беріліп кетіпсіз ғой аға деген дауыстан селк еттім. Гүлбала ғой, Тасболат қайда? Темекі тартуға кетті. Адамдарды аспандататында, жермен жексен ететінде, қуантатында, суалдыратында, өсетінде, өшетінде бір ауыз сөз. Айтқан сөз атылған оқпен тең деген бұрынғылар. Айтсе де аузымнан аңдаусызда бүкіл тағдырды тас-талқан етер бір ауыз сөздің оқыстан шығып кететінін, сондықтан екі елі ауызға төрт елі қақпақ қою керек екендігін біз парықсыз пенделер ылғи да ұмытып кете береміз. Сонымыздан опық жейміз. Өмір бойы өзіміз көшіре алмастай, сол бір сұрақты Гүлбалаға неге қойдым екен деп, сәт сайын бармақ тістеумен келемін. Қай түрлен түрткенін білмеймін. Гүлбала, төркінде армансыз ұзақ жатыпсыздар. Балаларды неге ерте бармадыңыздар? Нағашыларына барып, аунап-қонап қайтар еді ғой дедім өзімше білгішсеніп. Аға, арамызда әлі де алданыш жоқ. Қаралмаған дәрігер, бармаған әулие әмбие қалмады. Тағдырдың маңдайға жазғаны осы шығар деді дауысы құмығып шығып. Тілімді жұтып қойдым-ау сонда. Не деген парықсыз адам едім деп өзімді өзім жатша сөктім. Гүлбалаға қарасам, жүзінде әлденеге сағыныштың, сонымен бірге түсініксіз торығудың табы бар екен. Жанарына қос тамшы жас іркіліпті. Ет жүрегімді тағы да түсініксіз үйірім толқыны толықсытып тастады. Өң бойым шымырлап, беймаза бір күй кештім. Кешір айналайын деуге тілім зорға келді. Алматының базарлы вокзалы жолаушыларды улап-шулап қарсы алды. Үйіміз қаланың сыртында. Үйге жүріп бірер күн аунап-қонап қайтамыз деді Тасболат. Риясыз көңілмен айтып тұрған жылы жүзінен, күлімдеген сөзінен көрініп тұр. Тығыз шаруаларым бар еді деп қашқақтадым. Ешқандай қымсынбай үйге келіңіз деп Тасболат қалта телефонының нөмірін жазып берді. Гүлбала екеуміз қуана қарсы аламыз. Уақытым болса хабарласамын дедім. Қош аға, саулығыңызды тілейміз. Хабарласыңыз, күтеміз. Жүктерін арбаға тиеп, қолтықтасып алған жұбайлар құмырсқадай қаптаған адамдар иіріміне бірте-бірте сіңіп көзден тасалана берді. Сапырылысқан саңмыңдаған жүргіншілер арасында жалғызсырап, жаным жаншылып келе жаттым. Өң бойымда қай сезім серпілісі толқытқанын білмеймін. Жүрегім езіліп, кеудеме бір өксік тығылды. Алматының өтпелі жаңбыры себелеп өтті. Авторы Сабырбек Олжабай.